де бұл мағынаны әрі көңілді орта. Кеше майып камерада ясына бар. Керемет орта. Қош келдіңіз. Сондықтан мен бұл Геолог компаниясына келгеніме, сіздермен танысып жүздескеніме өте қуаныштымын. Енді әңгіменің қысқасы Гүлмира ханымның маған стаж жоқ қой, оқу көп. Сондықтан айта алайын, қалай болды, не болды, 5 жыл болды. Сондықтан қалай болды, не болды, қызықты шықты, жағдайға сізден бөлісін. Менде содан бар айқашы болады. Шапалақ, шапалақ. Енді бірінші Гербалайф клубы 5 жыл бұрын осы клубқа келіп өзім тұтына бастадым. Бөлімді 5 жыл бұрын салмағымен қазіргі салмағым минус 10 кило. 10 килода салмақ тастадым. Ол салмақта бұрын жаңағы өзімді сезінемін, қалай сезінесің. 5 жыл бұрын менде артық салмақ бар. Жаңағыдай жүрек айыру, су тамақтарды онша көтере алмайтын тұғын. Қазір ондай мәселелер бәрінен қалған. Қазір енді өзімнің діттеген салмаққа жеткенде, ондай өзім жаңағыдай аша сезінуім ондай нәрсе жоқ. Ол кезде жаңағы бала болады, бала емізесіз дейді да, жей береміз, сорпаны қайнатып жей береміз деген болмай қалады. Оказывается, ол сүт сен жемесең де, жесең де өзің табиғи бөлініп тұрады. Сондай, енді 5 жыл бұрын іштім, салмақ тастадым, 2 жылдай. Сосын 2 жыл ішіп жүріп, 22 жылы отбасылық жағдайлармен енді көп ақша табу керек болды, көмек Кореяға келіп қалдым. Енді осы жерде бір сұрақ бар, адамдар бәрі сұрақ қоятын мысалға. Жаңа Гербалайфты ішіп жүріп, бірден тастап кетсең, қайтадан салмағын егесек жинап аласың айтады да. Енді ондай емес, өйткені өзінің басына өткердім. Гербалайф өнімі Кореяда жүргенде, бұл жерде жұмыс істейміз, анау дейміз, тек ақша табуға барғаннан кейін басқа неге бет бұрған жоқпыз да мысалы. Сосын өзімді күтіп, ондай болған жоқ, тек қана бас көтермей жұмыс істедім. 2 жыл Гербалайф өнімінің бірде-бір продукциясын ішпедім. Себебі орта қымбат өсті. Яғни аузым ағы проблема емес, өзім жалпы ішкен жоқпын ешкім. Бірақ анау айтқандай 10 килограммнан салмағым өзіме келген жоқ. Салмақ қосқан жоқ. Себебі жаңағы постоянно движение болды. Оның үстіне ойықтың тамақтары, дұрыс тамақтануға тырыстым. Ойықтың тамақтары морека бар, витаминдер бар. Соның арқасында салмақ қоспай жоқ. 3-4 кило өзім қосып алдым, өзім дайын болған Гербалайф емес. Бұл жердегі айтайын дегеніме, Гербалайф өнімін тұтынып келіп, тастап кеткеннен кейін, жаңағы бірден семіріп алу деген ол өтірген мен. Ол қалай семіреді? Гербалайф өнімі ішпей қойды, қойшы. Бұттан бұрынғы өміріне келеді. Әдетті жаңағы ішеді, беш бармақ, кеше тағы жейді, сөйтіп Гербалайфтан көреді. Салауын жейді. Иә. Бұл Гербалайф негізі аздыратында, салмақ қостыратында өнім емес, бұл ішін тазартатын өнім. Иә, сол сөзінің қорытындыға келеді. Гербалайфты ішіп жүріп, жаңағы семіріп кету деген ол өтірік нәрсе. Ол өзіне байланысты. Иә. Сосын енді клуб неден келгесін уже. Ол жақтың жаңағы тамақтарын жеген ғой. Қайтадан уже ауылға келгесін, қайтадан жаңағы беш бармақ басталады. Сағынасың, 20 жыл беш бармақ жемейді өзімді. Етін жемейді, қайтадан беш бармақ, қала басталады. Өзімді нашар сезіне бастадым. Одан кейін тез жүгіріп жаңағыдай айтпақшы. Кореядан келсем де қайтадан Гербалайф клубына келіп жүрмін. Осы қанша болды? 7-8 ай болды Гербалайф клубына келіп жүргенде. Сол жаңағы Корея демекші, мысалы олардың артық салмақ үлкен адамдарда жоқ, кейінгі адамдарда керақтан. Сол жөнінде айтайын, керек жер алыста көрсетеміз. Ойықта мысалы, біз обедке келген кезде 12-де ішеді, обедті ерте ішіп алады. Өйткені 6-7-ден басталады жұмыстары. Сөйтіп столының үстінде бірінші
напиток, шай, onday narsa ishlaydi. Birinchi suv turadi. Shu suvda ishib oladi birinchi. Undan keyin жаңағы mo're produksiyalar shu shalarda qanday 20 sentga chiqadi, salatlar turadi. To'g'ri o'zi gerbalak siyapti, u tomoqtanu rejimida. Birinchi salatlar turadi, salatlarni suvda ishgandan keyin salatlar yeydi. Undan keyin nan yemaydi ular shu. Kurishdan жаңағы ет тамақтары o'zlari. Et bo'lganda da ular sigirning eti ana-sanda bir yeydi. 2-3 kunda bir qaytalarib o'tadi. Bir kuni sigirning eti, bir kuni baliq, bir kuni tovuq. Şurada жаңағы et, qizil et degan sifatda to'g'ri o'zunday. Ya'ni ular dұрыс тамақтанады. Dұрыс тамақтану арқылы ularda semizlik мүлдем жоқ деп айтсам болады. Az. Кейінгілері McDonald's, KFC деген ашылып кеткен Американың сіздегі дәмханалар. Солар жастарда semizlik бар. Яғни біз айтайын деген дұрыс тамақтана білсек, ұйқыны ретінде олар ең тапқандай бар школымызда. Тура сол. Гербалайф сол Кореяда өте сақталған гербалайф болмаса да өзінің нелері сақталған нелері. Сол яғни айтайын деген сөзімді қысқартып айта берейін енді. Айтайын деген егер жаңағы сенің күні бойы дұрыс тамақтан режим питания дұрыс болса, ұйқың дұрыс болса, жаңағыдай бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Қысқаша айтайын деген. Енді келесі кезекте бізге негізі тапсырылған бұл осындай бір күнге сабақ өту берді. Және ойланбай сабақ айтайын деп ойланбай сабақты Tutuşunca kendi dışında